Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бір дұғасы бар. Аллахумма инни асалука фи'лал хайрат ва таркал мункарат ва хуббал масакин ва ан тагфира лана ва тархамна. فإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتون اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك деген керемет дұға. Пайғамбар саллаллаху өзі дұға қылған дұға. Меніңше бұны Ми'ражда дұға қылған. Аллаху алам. Сол бір Ми'раж оқиғасында Аллах тағала я Мұхаммед сұра деген кездегі Аллах тағала оған ей Мұхаммед не қалайсың сұра деген кездегі қылған дұғасын. Ассалаумағалейкум, біздің каналға былайынан подписация етіңіздер, және де мына қоңыраушаны басып, барлығы дегенді басыңыздар. Сосын біздің жаңа уағыздарды күтіңіздер. Сол дұғаның ішін қарасақ, Аллахумма инни асалука фи'лал хайрат дейді. Я Аллах, мен сенен істердің жақсысын сұраймын дейді. Істердің, амалдардың жақсысын сұраймын дейді. Аллахумма инни асалука фи'лал хайрат ва таркал мункарат. Және мен сен разы болмайтын, сенің ашуың келетін істерді істемеуді сұраймын дейді Аллах тағаладан. Яғни біздің өміріміздегі істеп жатқан істеріміз жақсы іс болсын, мейір бол, жаман іс болсын, бұл Алла субхану тағаланың ізімен болады әсілінде. Бірақ соның таңдау бізден. Аллах тағала бұл өмірдегі әрбір ісімізді жаратып береді. Бірақ сол істі жаратудан алдын бізге ерік береді. Қайсысын қалайсың? Намаз оқуды қалайсың ба, оқымауды қалайсың ба? Су ішуді қалайсың ба, арақ ішуді қалайсың ба? Зына қылуды қалайсың ба, жоқ басқа нәрсе істеуді қалайсың ба? Міне сол еркіміз арқылы нені таңдаймыз? Аллах бізге соны жаратып береді. Біз өмірде адам баласы әрбір деміне, әрбір іс әрекетіне Аллах тағалаға мұқтажбыз. Аллах тағала мынау кетіп атқан өмірді тоқтатып қоюға, және бұл өмірді артқа қайтарып жіберуге, және бүкіл әлемді бардан жоқ жаратқан әлемді қайтадан жоқ қылуға шамасы жететін толық құдіретке ие болған Аллах тағала да. Өткенде бір шәкірттерге сабақ өтіп атқан кезде осы Аллах тағаланың әлемді басқару туралы бір тақырыпта мысал айтып жатырық та, мысалы мына бір парақ тастап жіберсең жерге былай думалап түседі былай. Осы парақ осы жерге түскенге дейін мына жерде бүйтіп думалап түсіп келе жатыр. Бізде көбінесе киноларда осы нәрсені көрсетеді ғой, түсіп келе жатыр. Дәл осы жерлерде бүйтіп түсіп келе жатқанның әрқайсысын Аллах жаратпаса бұл ар жаққа қарай өте алмайды. Түсінесіз ба? Бұл өмірдегі ешқандай жанды зат, ешқандай нәрсе, ешқандай самал, ауа, жер, құрт, құмырсқа, шыбын, шіркей, үлкен жануарлар, балықтар, моллюскалар, үлкен кашалоттар, үлкен пілдер, оның ешқай жүректі, көкірегіміздің ішіндегі жүрек, асқазан, өкпе, бауыр, бүйрек, өсіп атқан тал, шаш, кетіп атқан құмырсқаның үстінде өмір сүріп жүрген одан кішкентай жанды зат, оның ешқайсысы Аллах рұқсат бермесе, бір көріністен екінші көрініске, бір істен екінші іске өте алмайды. Бұл өмірдегі барлық нәрсені басқарып тұрған Алла да. Аллах қаласа бұл өмірдің бәрін бір мезетте баяғыда не болған еді? Жоқ болған еді. Мынау аспан, жер, арш, күрс, періштелер, жындар, адамдар, жәннат, тозақ деген нәрсенің бәрі жоқ еді. Алла субхану тағала оны жаратты. Алла субхану тағала оны жаратуда оған не деді? Иза арада шайан ай яқула лаху кун фаякуну деді. Егер де Аллах бір істі жаратуды қалаған кезде оған айтатын нәрсесі не? Ол тек қана бір-ақ сөз, бол дейді. Күн дейді, бол дейді. Фаякуну, нәтижеде ол нәрсе бола қалады дейді. Ясин сүресінде осы аят келеді. Иза арада шайан ай яқула лаху кун фаякун. Аллах бір нәрсенің болуын қаласа, оған бол дейді, ол болады. Ол Аллах мынау әлемді жаратуда, мынау арш, күрс, аспан, жер, шар, планеталар, ішіндегі жұлдыздар, ұшып жүрген астероид, метеорит, неше түрлі нәрселер, жан-жақта нәрселердің бәрін жаратуда бір қиыншылыққа душар болмайды. Оның айтатын нәрсесі тек қана күн дейді, бол дейді. Ол сол мезетте болады. Дәл сол сияқты ол тағы да жоқ бол дейді, дәл сол мезетте жоқ болады. Біздің ойымыз, кетіп атқан өміріміз, 80-ге келуіміз, 20-ға келуіміз, 30-ға келуіміз, осы уақытқа шейін болған оқиғалар, о нәрсенің бәрін Аллах бәрін есінен шығарсын десе, бәрі есінен шығады. Бәрі есіне түссін десе, бәрі есіне қайтып түседі. Сол үшін ертең қияметте осы өмірде өмір бойы 70 жыл, 80 жыл, 90 жыл рахатта өмір сүрген адамды, қалаған нәрсені істеп өмір сүрген адамды жәннатқа тозаққа бір батырып алған кезде, тозаққа бір кіргізіп шығарған кезде, содан сұрайды екен: сен не көрдің?
Қандай жақсылық көрдің, қандай рахатты көрдің? Сонда ол пенде айтады екен, я Рабб, мен ешқандай рахат көрмегем дейді екен. Осы өмірде 80 жыл, 90 жыл, 100 жыл қиыншылықта, жоқшылықта, біреудің қол астында өмір сүрген пендені ертең жәннатқа бір кіргізіп шығарғанда, ей пенде, сен қандай жаманшылық көрдің дегенде, я Рабб, мен ешқандай жаманшылық көрмедім дейді екен. Өйткені біздің ойымыз, ақылымыз, өміріміз, кетіп жатқан нәрселер, өткен оқиғалар, ол істің бәрі сөз ба, Алла субхану тағала оны бар дегендігі үшін, болсын дегендігі үшін болып жатқан нәрсе ол. Егер де ол жоқ бол десе, ол жоқ болады. Бұны бізге Аллах тағала өмірімізде де дәлелдеді. Талай ауырып қалдық, аварияға түстік, қолымыз сынды, аяғымыз сынды, бір жеріміз күйді. Бірақ қазір данный моментте сол нәрсе біздің есімізде жоқ. Дәл сол аварияға түсіп, больницада, реанимацияда жатып, не болмаса дәл сол аяғымыз сынып, сол не болмаса бір жеріміз жыртылып кетіп, оны тігуге алып кетіп ауырып жатқан сәтіміз қазір біздің есімізде жоқ. Дәл сол сияқты адам баласы бұл өмір қанша өмір сүріп, ертең Аллах тағаланың алдына барған кезде дәл солай есінде жоқ сияқты көрініске ие болады да ол. Айтайын деген нәрсем, біздің Аллах пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сол Ми'ражда Аллах тағаланың сол неге Сидратул Мунтахаға, бұл өмірдегі ең ұлы мекенге барып, Раббысынан керекті жаңағы бұйрықтарды алған кездегі Раббысы одан сұраған, ей Мұхаммед, не қалайсың? Сұра менен дегенде пайғамбар саллаллаху алейхи осылай бастаған дегенде, Аллахумма инни ас'алука фи'лал хайрат ва таркал мункарат. Аллахым, мен сенен өмірімде жақсы істерді сұраймын. Сен маған және жаман істерді істемеуді сұраймын. Себебі Алла субхану тағала адам баласына таңдау деген нәрсені берген. Сіз жақсы істі таңдасаңыз да, жаман істі таңдасаңыз да, соған қарай Алла субхану тағала сізге сол ісіңізді жаратып бере береді. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам пайғамбар бола тұра, Аллах тағаладан былай айтып жатқан сияқты, Алла, егер де мен бір жақсылыққа қарай кетіп жатсам, маған күш бер, қуат бер, мені сол жаққа қарай соны істеуіме түрлі нәрселер арқылы маған жәрдем бер. Егер де мен бір жаман нәрсені таңдап, жаман іске қарай кетіп жатсам, о нәрседен тоқтатып қал мені. Түрлі ол оқиғаны істетпе, ол оқиғаны менен алып таста, алдыма бір кедергілер қой, соны менен алып таста. Өйткені біз пенде әр түрлі ойлармен, әр түрлі нәрселермен бірде бір нәрсені жақсы деп ойлаймыз, бірде бір нәрсені жаман деп ойлаймыз, бірақ жақсы деп ойлағанымыз жаман болып шығады, жаман деп ойлағанымыз ол жақсы болып шығады. Сол үшін біз өзіміздің ісімізде Алла субхану тағаладан пайғамбар саллаллаху алейхи үйреткен сияқты, Алла, мен үшін хайыр болған нәрселерді маған істеуге жәрдем бер. Мен үшін хайырсыз болған нәрсені мені істеуіме жәрдем берме, және оны маған қиын қылып қой. Әсілінде Алла субхану тағала рахман рахим болған Аллах тағала момын мұсылмандарға осылай сынақтарды береді. Момын мұсылмандар кей кезде басымызда біз пландастырмаған нәрселер болады. Кей кезде біз ойлап баратқан жұмыс жүрмей қалады. Кей кезде біз істейміз деген нәрсе істелмей қалады. Кей кезде біз бір жаққа барып соны бітіріп келейінші десең барып бітіре алмай қалады. Егер де момын мұсылман болатын болса, Алла субхану тағала оған рахман рахим латиф болғандығы үшін, қамқор мейірімді болғандығы үшін ол істерден тыяды. Сол кезде момындар мына сөз айтпау керек та. Бұлай қанда бұлай болушы еді, бұлай қанда бұлай болушы еді. Валлахи, Алла субхану тағала бізге жамандықты қаламайды. Сол жамандықты қаламаған Аллах бізге пайғамбарлар жіберіп, жақсылық пен жамандықтың не екенін үйретті. Аллахумма инни ас'алука фи'лал хайрат ва таркал мункарат ва хуббал масакин. О Алла, мені міскіндерді, кедей кепшіктерді жақсы көретін адам қыл. Міскіндерді, кедей кепшіктерді жақсы көретін адам қыл. Алла тағаладан сұрап жатыр Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам, менің жүрегіме кібірлік деген, менмендік деген, жаңағыдай билік деген, атақ абырой деген нәрсені менен, оны сенің қаһарыңның алдында төмен қыл. Менде ол нәрсе болатын болса, оны менен өшір. Анау кедей болған, кепшік болған, жаңағыдай еш нәрсесі жоқ болған, бейшара болған адамдарды мен сүйе алайын. Мен солармен бір дастарханның басында отыра алайын. Мен солармен жүре алайын. Мен солармен бір жерге бара алайын. Мен оларды көрген кезде олармен құшақтасып амандаса алайын. Мен оларды көрген кезде олармен кәдімгідей бір байды көрген сияқты, беделдіні, патшаны көрген сияқты бірге бола алайын. Маған сондай жүрек бер, менің жүрегім адамдарды алаламасын. Менің жүрегім адамдарды алаламасын. Ойбай, мынау
жақсы екен, мынау төмен екен, мынау бай екен, ертең пайда істейді, мынау қойшы деген сияқты ондай алалау берме менің жүрегіме. Менің жүрегімді Аллахумма инни асалука жаңағыдай хуббал масакин, анау міскіндерді, кедей кепшіктерді жақсы көру деген қасиетті бер. Әсілінде иншалла біз келеміз, сол міскіндердің тақырыбына келген кезде сол хадиспен сол аяттарды оқимыз. Бірде анау Меккеде иман келтірген, бірақ кейін Меккеден Мәдинаға көшкен, сол Билал сынды, Амр сынды кедей-кедей сахабалар Мединенің жанында, Пайғамбар саллаллаху мешітінің жанында отырғанда, Абу Суфиян, о кезде әлі иманды қабылдамаған, Абу Суфиян алдынан өтіп қалады. Абу Суфиян алдынан өтіп қалған кезде, солар отырады да қарап отырып, мынау Аллахтың дұшпанының басын Аллахтың қылышы әлі алмады ғой дейді. Мынау әлі өлмей тірі жүр ғой, мынау Аллахтың дұшпаны дейді. Сонда Абу Бәкір радиаллаху анху бұл сөзді естіді дағыны оларға айтады, сендер не деп жатсыңдар? Ол білесіңдер ме кім? Ол Құрайыштың басшысы. Ол Құрайыштың сұлтаны. Сендер ол басшыға қарап олай сөйлегендерің несі деп оларға сөз айтады. Осы сөз Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламға жетіп барады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламға жетіп барған кезде Пайғамбарымыз Абу Бәкір шақырып айтады, Абу Бәкір, сен солар жайында сондай әңгіме айттың ба? Сен білмейсің ба, Аллахтың ашуы солардың ашуында, Аллахтың мейірімі солардың мейірімінде екендігін дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи салам кедей кепшіктің махаббатын не үшін сұрап жатыр? Өйткені кедей кепшікте ол Аллах тағаланың мейір махаббаты жатыр да. Алла субхану тағала бұл өмірде адамға байлық, мансап, атақ, абыройды осы өмірде Аллах тағала бір мүліктің, биліктің, атақ, абырой, мансаптың иесі болса, ол өзіндегі бар атақ, абырой, мансап, мүлікті бір адамға беріп сынайды. Сол адам мен берген нәрседен адамдарға бере ала ма? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам сол нәрсені сұрап отыр. Алла, сен маған берген нәрсеңнен мен де бере алатындай, анау кедей кепшік маған ешқандай пайда істемесе де мен оны сүйе алатындай жүрек бер. Бұл өмірде кібірлік деген нәрсе болады, менмендік деген нәрсе. Кімнің жүрегінде ол нәрсе кішкентай болса да ол жәннатқа кірмейді. Және осы нәрсе бұл өмірде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам хадисінде айтпақшы, мен кеткеннен кейін сендерді Аллахтан басқа бір құдай бар деп сиынып кетулеріңнен қорықпаймын. Мен кеткеннен кейін сендердің осы дүниемен айналысып қаласыңдар ма деп қорқамын деген хадисіне сүйенсек, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам анау Жәбірейіл келіп, я Расулалла, Алланың елшісі, Аллах саған таңда деп жатыр. Патшалық, мүлік, даналық, билік керек па? Жоқ әлде қарапайым өмір керек па дегенде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам, Алла, маған қарапайым өмірді бер. Бірде аш болайын, бірде тоқ болайын. Аш болған кезімде сенен сұрап, өзің маған сабырлық қылайын. Тоқ болған кезімде саған шүкірлік айтып, адамдарға бөліп бере алайын деп сұраған екенде Пайғамбар саллаллаху алейхи салам. Айтайын деген нәрсем, дәл осы жерде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам сол Миъражда Аллах тағаладан сұрап жатқан нәрсесінің бірі сол кедейлерге деген, өзінен төмендерге деген ешқандай бізге пайда істемесе де, бірақ біз оларды сүйе алу, бұл өте бір үлкен мақамдардан. Қараң, сұрап жатқан нәрселерін, жақсы істерге жәрдем беруін, жаман істерде жәрдем бермеуін. Өйткені ол жаман істі таңдап қалады. Біз де таңдап қаламыз кей кезде бір жаман істі. Сол кезде Аллахтан біз бірақ ол кезде сол істің жаман екендігін ойламаймыз. Бірақ ол іс жаман болып тұрады. Болашағы және қияметі. Бірақ оны біз қазір жақсы деп ойлап тұрған боламыз. Аллахтан сұрауымыз керек. Алла, сол іс жаман болса, маған істетпе оны. Және бір істі жақсы деп ойлап оны істей алмай қалдыңыз ба, значит ол сіз үшін жақсы емес. Егер жақсы болғанда Аллах сізге оны не істеуші еді? Істетуші еді. Үшінші сұрап жатқан нәрсесіне уахуббал масакин, міскіндерді, кедей кепшіктерді жақсы көре алу. Бұл да Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам сұрап жатқан нәрсесі. Ва ан тағфир лана ва тархамна. Одан кейін сұрап жатқан нәрсесіне ан тағфир лана, Алла, біздің күнәмізді кешір. Ва тархамна, және біздің мейірімдігіңе ал. Тағфир лана, күнәларымызды кешір, және бізді өзіңнің рахметіңе ал. Бұл екі нәрсені, мәселен, алдындағы үш нәрсе, жақсылықтарды істей алу, жамандықтардан тыйылу, және міскіндерді жақсы көру, бұл мұсылман еместерде де болуы мүмкін. Мұсылман еместер де жақсы амалдар жасайды. Мұсылман еместер де адамдарға жәрдем береді. Мұсылман еместер де жаңағындай адамда кедей кепшікке жәрдем береді. Мұсылман еместер де кедей кепшіктерді жақсы көру мүмкін. Бірақ мына жердегі 4-ші мен 5-ші сұрап жатқан нәрсесі ан тағфира лана ва тархамна, Алла біздің күнәмізді кешір, және ертең қияметте біз рахметіңе ал. Бұл тек мұсылмандарға ғана беріледі.
Және пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам Ми'ражда сұрап атқан 4-ші және 5-ші нәрсесі осы менің күнәмізді кешір және мейірімді рахметіңе ал. Субханалла, сұрап атқан адам кім? Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам. Валлахи бұл өмірде бір үштік күнә істемеген Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам сол Ми'ражда сұра деген кезде, я Алла, менің күнәмді кешір деп сұрап атыр да болды. Айша анамыз Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам түнде тұрып аяқтары ісіп кеткенге шейін намаз оқыған кезде, я Расулалла, неге осынша өзіңізді қинайсыз? Сіздің алдыңғы кейінгі сіздің күнәларыңыздың бәрі кешірілген ғой сіздің. Неге осынша қинайсыз дегенде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, ей Айша, мен Аллаға шүкірлік қылатын пенде болсам болмайды ма деп өмір бойы Аллах тағаладан кешірім тілеп өтті да Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам. Осындай отырыстар болған кезде сахабалар айтады, осындай отырыс болған кезде мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам алдында отырып санап отырғанымда 70-тен астам рет ол Аллахумма гфирли ва туба алейя деген сөздерді айтушы еді дейді. Кейбір сахабалар айтады, 100-ден астам рет айтатын еді, Аллахым кешір деп 100-ден астам рет айтатын еді дейді. Өмірінде бір үштік күнәсі болмаған пенде Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламда. Және рахметіңе ал. Рахметіңе ал деген ертең қияметте Алланың алдына барған кезімізде Аллах осы өмірдегі істеген жақсылықтарымызды бізге беріп, істеген жамандықтарымызды мейірімімен кешіруі және бізді рахметіне жаңағыдай бүкіл нәрсемізді жауып жәннатына кіргізуді болшы. Бұл өте үлкен бақыт әсілінде. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, Аллах егер де бұл өмірде адам баласына берген нәрсесімен біртіндеп есептейтін болса дейді, ешқайсымыз құтылмаймыз дейді. Аллах берген нәрсесін бізде біртіндеп есептейтін болса, ешқайсымыз құтылмаймыз дейді. Сонда сахабалар айтады, я Расулаллах, сіз де құтылмайсыз ба дейді. Сонда, я, мен де құтыла алмаймын әсілінде дейді. Егер де Алланың рахметі болмаса дейді. Бұл өмірде оқып атырық, намаз оқып атырық, өзімізше зекет беріп атырық, өзімізше ораза ұстап атырық, басқа құлшылықтар жасап атырық. Бұл құлшылықтар, бұл істеп атқан нәрселерді біз шын мәнінде, шынымен келген кезде кейбіреуін әйтеуір істеп атырық, беймарал істеп атырық, қаза қылып оқып атырық. Өзімізге алып қалып атқан нәрсеміз көп, өзімізден беріп атқан нәрсемізден. Әйтеуір амал пенде болғаннан кейін амалдап бір нәрселер істеп атырық. Ал Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам біз сияқты құлшылық істемеген, бірақ Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның құлшылығы бізден басқаша болған. Ол кісінің істеген құлшылықтары, намаздары, бір сахаба айтады ғой, мен түнде Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның артына тұрып бір намаз оқуды қаладым дейді. Пайғамбар саллаллаху алдына барғаннан я оқуды оң жағына тұрып намаз бастадым дейді. Ол кісі намаз бастады дейді. Бірде Бақара сүресін бастады дейді. Бақара сүресін 100 аятынан өтіп кетті дейді. Бақара сүресі біткеннен кейін тоқтайтын шығар, Бақара сүресі бітті дейді. Әл-Имран сүресін бастады дейді. Әл-Имранның 100 аятын оқитын шығар деп ойлаған едім, Әл-Имран сүресін бітірді дейді. Одан кейінгі сүре Ниса сүресіне өтті дейді. Сол кезде мен ішімнен жаман ой келді маған дейді. Осы жерден шығып кете салам ба екен деген ой келді дейді. Бақара сүресі 286 аят. Ана Әл-Имран сүресіңіз 200 аят. Ниса сүресіңіз бәленбай аяттан болған аяттар. Біз мына жерде Хатым Құранның өзінде бір сағатта бір пара оқып жатыр. Ол жеген сөз, ол 4-еуін қосатын болсаңыз, 3-еуін қосатын болсаңыз, соның өзі 6 парадан асады. Ол бір ракатта оқылып жатқан намазда болшы. Сондай құлшылық істеген пенде Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, егер де Алланың рахметі болмаса, қияметте біз құтыламаймыз дейді. Біз шәкірттерге айтамыз, балдарға, бізде иман тұрады. Бізде иман қазір тұр бізде. Алхамдулилла, мешітке келе атырық, алхамдулилла, намаз оқып атырық, намаз оқи алып атырық, әйтеуір Аллах деп атырық. Баяғыда бізбен бірге намаз бастаған біздің жолдас балдарымыз болды. Бізбен бірге намаз бастаған біздің жолдас балдарымыз. Бірақ қазір оның кейбіреулер тастап кетті. Сол кезде бәріміз бірге намаз бастап жүрген кезімізде ол жолдас балдарымыз ойлаған жоқ, 2001 жылы мен тастап кетемін ғой деп ойлаған жоқ. Бірақ олар да бастады. Біз де бастадық. Бірақ олар қазір тастады. Бірақ біз әлі давам етіп атырық. Бірақ соларға барып уағыз насихат айтсақ, олар біздің сөзіміз оларға не қылмайды? Өтпейді, әсер етпейді. Бірақ екеуміз де бірдейміз, бірдей бастағанбыз, бірдей ниетіміз болған. Неге? Деген сұрақ туындайды. Балдарға айтамыз да, жігіттер, Аллах тағала біздің денемізде, біздің бойымызда Аллах сүйетін бір қасиеттер болады. Аллах жақсы көреді сол мінезіңізді. Біреудің мінезі болады, Аллах соны жақсы көреді. Біреудің бір амалы болады, Аллах соны жақсы көреді. Біреудің бір сөзі болады, Аллах соны жақсы көреді. Сол үшін Аллах субхану тағала ол иманды ода ұстап тұрады. Бірақ ол адам сол амалын азайта берсе, бір күні Аллах сүйетін амалын ол ода қалмай қоятын болса, Аллах субхану тағала одан иманды алып қою әбден мүмкін де болшы. Маған айтыңызшы,
Аллах бізден иманды алып қойса, бізге иманды кім береді? Аллах бізге иман бермесе, қияметте біздің жағдайымыз не болады? Кей кезде адамдар айтады, жаңа балдар сұрақ, кісілер сұрақ қояды. Яғни бір намаз қылған кісі бар дейді. Намаз оқиды, мешітке барады, бірақ мінезі енді адам төзгісіз ғана дейді да. Мінезі өте жаман, дөрекі, ұрысқақ, біреумен ұрса айқайласып кетеді, төбелесіп кетеді. Біреулер айтады, бана намаз қылған бір кісі, ол бар ба? Білесіз ба ол дейді, ол сигарет шегеді, наспай шегеді. Біреу айтады, ол намаз қылған ғой, мешітке барып жүр, бірақ ол анау жаңа арақ ішетін жерлерге, тойларға бара береді. Біреулер айтады, ол намаз қылған болса да түрлі мерекелерді мерекелей береді деген сияқты сөздерді айтады. Бірақ альхамдулилля ол намаз қылған. Альхамдулилля ол мешітке келе жатыр. Аллах тағала оның бір жерлерінде бір амалдарын, бір қылықтарын, бір мінездерін жақсы көреді. Сол үшін сол нәрседе ұстап тұр. Бірақ ол нәрседе ол әлсіздік танытса, ол сол мінезін туырламаса, ол сол харам нәрселерден тыйылмаса, бір күні сол Аллах жақсы көріп тұрған нәрсесінен айырылып қалуы мүмкін да ол. Сол үшін біз күнә деген нәрседен ұзақтауымыз керек болған, сол үшін керек бізге. Өйткені ол күнә деген, пайғамбар айтады ғой, бір күнә бір қара дақ дейді. Адамның жүрегі болса, бір күнә бір дақ, екі дақ, үш дақ сөйтіп, ол жүрек қара болады. Жүрек қарайған кезде ол күнә деген нәрсені ол беймарал істейтін болады. Ал қашан күнә деген нәрсені беймарал істей беретін жүрек болса, ода иман болмайды уже. Ал егерде ода Аллах тағала баяғыда сүйетін нәрсесі ода қазір болмайтын болса, Аллах одан иманды алып қою әбден мүмкін да ол же. Сол үшін балаларға айтамыз да, біз өмірімізде Аллах жақсы көретін нәрселерді көбейтейік. Аллах жақсы көретін нәрселерді, Аллах жақсы көретін істер, Аллах жақсы көретін сөздер, Аллах жақсы көретін амалдарды біз көбейтейік. Бізді қияметте біздің оқып жатқан намаздарымыз, оразаларымыз, зекеттеріміз, беріп жатқан, барып жатқан қажылықтарымыз, бұлардың бәрі құтқара алмайды бізді. Өйткені біз олардың бәрін ықыласпен істеп жатқан жоқпыз. Бірақ ішінде бар біреу жарымы. Қайсы екенін білмейміз. Бірақ сол нәрсе бізді қияметте құтқарып қалуы мүмкін. Сол үшін осы өмірде сол бізді құтқарып қалатын нәрселерді көбейтуге әрекет жасау керек. Менің ұстазым бар. Ұстазым қазірде ол жігіт бар, маған намаз оқуды үйреткен, жаңағыдай мешітке намаз үйреткен, сапқа тұруды үйреткен, Құран оқуды үйреткен, әлиф, бә, тә, сә, жим, ха, ханы үйреткен. Бірақ қазір намаз оқымайды өзі. Өзі мынандай шөрті киіліп алып, жаңағыдай кейбір жерлерде қолында кейбір нәрселері, сигареттері жүреді солай. Мен барып айтамын оған, бауырым білесің бе, баяғыда мынандай болған, дейді. Қойсай, қайтсай десін, мен көреміз ғой, өзім жауап берем ғой деген сияқты сөздер айтады, субханалла. Бірақ олар, мен намаз, Аллахи, мен сол көзден мешітке барған кезімде, сол мешітте одан асқан тақуа болмаған. Кей кезде ойлап отырам да өзім, не үшін ол нәрседен айырылып қалды екен? Оның мен білетін бір қателігі болды. Бір қызға ғашық болып қалды ол. Бір сұлу бір қызға ғашық болып қалды да, сөйтіп сол соның ғашықтығы арта берді. Соның нәтижесінде онымен кездесуді ұйымдастырды. Соның нәтижесінде оған қарай баруды ұйымдастырды. Үстіп. Бір ақыры ол қызға үйлен алған жоқ. Ол қыз біреуге тұрмысқа шығып кетті. Бірақ ол сол баяғы Аллах сүйетін нәрселерден айырылып, соңында өзі айдалада қалып кетті де қазір мешітке келмейді мысалы. Сол үшін біз бұл өмірде күнә істер болса, сол күнә істерді беймарал істеп жүре беруіміз бізді бір күні құрдымға кетіреді ағайындар. Оны тастаудың әрекетін жасауымыз керек. Жайлап тастаудың әрекетін жасауымыз керек. Валлахи, күнә істер ешқашан бізді жақсылыққа сүйремейді. Өзімізді білеміз ғой, мешітке көп келмесек, сабаққа көп қатыспасақ, жұмаларға, уағыздарға тыңдамасақ, қандай болып кетеміз? Көкірегіміз, өзіміз, мінезіміз, сөзіміз өзгере бастайды. Иманымыз әлсірей бастайды. Сол үшін ағайындар, бұл өмірде жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сұрап атқан, Аллахым, бізді өзің рахметіңе ал. Біз Аллахтың рахметіне мұқтажбыз. Біздің амалдарымыз бізді ертең қияметте құтқармайды. Алланың рахметі ол бізді қияметте құтқарады. Алланың рахметін келтіретін нәрсе не ол? Ол біздің сол амалдарымызда. Мысалы, сіз өзіңіздің балаңызды жақсы көресіз. Баламыздың ішінде 4 баламыз болса, сіз 4-еуінде бірдей жақсы көре алмайсыз бәрі. Ішінде болады, біреуінің мінезі болады, біреуінің мысалы қыздарымыздың бір керемет бір күлуі болады, еркелеуі болады. Сіз оны соған қарап жақсы көресіз. Басқаларға қарағанда жақсырақ жақсы көресіз. Бір қателік істеп қоятын болса, сол жақсы көрген нәрсеңіз
оның қателігін көрсетпейді сізге. Сол жақсы көрген еркелігі, мәселен ашуланып соған бір нәрсені сындырып қойған кезде, ашуланып тұрған кезінде сол баяғы сіз жақсы көретін нәрсені қылықты сол кезде қылатын болса, сіз қайтадан оған мейірленіп кетесіз. Ол өйтпесе деген сияқты жайлап сөйлей бастайсыз оған қарай. Бізді бойымызда Аллах тағала жақсы көретін нәрселер жоғалтып